Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге қысқаша кино арнасы. Қазір сіздер «Провинциалдар» фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыздар. Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Фильм жылап тұрған, үстіндегі көйлегі жыртылған қыздың алдында бір көлік тоқтап, оны белгісіз бағытқа алып кетуінен басталады. Боксшы Гичхоль федерацияның жас шәкірттерге қалай қарайтынына көңілі толмайды. Ал әріптестері үнемі ішіп, қарнын тойдырумен әлек. Шенеуніктердің бірі Гичхольге тиісіп, оны сыртқа сүйреп шығады. Бірақ біздің кейіпкер оны тез ақсылатып, сол сәтте жаттықтырушы жұмысынан айырылып қалады. Ер адамға шағын қаладағы қыздар мектебіне мұғалім болып орналасуға тура келеді. Қалаға кіре берісте көліктің дөңгелегі жарылып қалады. Гичхоль сыртқа шығып хабарландыруларға назар аударады. Жергілікті оқушы қыз жоғалып кеткен. Біреу оны сервис орталығына дейін жеткізіп тастайды. Сол жерде оның назарын қыздардың төбелесі аударады. Үшеуі жоғалған Суйон туралы плакатты жыртып, шимайлаған үшін топтың басшысы сыныптасынан таяқ жейді. Не деритесь тут, домой топайте. Гичхоль қыздармен қалай сөйлесуді білмейді. Өйткені бұрын тек ұлдармен жұмыс істеген. Оны осы жерде полицей болып істейтін бұрынғы шәкірті қарсы алады. Юджин жоғалған Суйонның әжесін жұбатып жүр. Екеуі ең жақын құрбы болған. Суйон тезірек ержетіп, осы қаладан кетуді армандаған. Тағы бір қызығы, кешкісін бір жаққа жұмысқа кетіп жүретін. Бір күні кешке Юджиннің соңынан біреу аңдиды. Бақытына қарай қыз автобусқа мініп үлгеріп, аңдушы қалып қояды. Директордың орынбасары Гичхольді мұғалімдер бөлмесіне әкеліп, ұжыммен таныстырады. Впредь я... Туда садитесь. Дене шынықтыру мұғалімі қайта-қайта иіліп, орнына отырады. Аулада екі оқушы біздің шкафқа соғылып қалады. Вот тут еще одно. Что за странный мужик? Гичхольге қосымша тапсырма береді. Қарызы бар оқушылардан оқу ақысын өндіріп алу. Мұны асханада жасаған тиімді. Ол тізім бойынша қыздарды іздейді. Ал оқушылар болса, осы дәу адамның түріне күледі. Ол бұл мектепке неге келген? Осы кезде мектеп директоры Кита келіп, Гичхольмен танысады. Физрук мектепке 300 000 қарызы бар Юджиннің соңынан жүреді. Сонымен қатар Хан Суйонды да іздейді. Бірақ ол мектепке келуді тоқтатқан. Она из дома сбежала? Она не сбежала. Да я просто спросил. Не болтайте просто так о том, чего не знаете, ладно? Бұл ауданның балалары неге үнемі ашулы? Мұғалімдер Юджинді хабарландыру ілгені үшін ұрсады. Жоғалған қызға бәрінің бәрі бір сияқты. Тек құрбысына ғана маңызды. Дәретханада бір мұғалім Гичхольге желпуиш беріп, газымды сейілтіп мазақ қылады. Осыдан кейін боксшы таза ауа жұту үшін қалаға серуендеуге шығады. Ойын автоматынан ойыншы ұтып алғанына қатты қуанады. Алаңда сол кезде Кита сөз сөйлеп жатыр. Саясаткер қала әкімі болуға үміткер. Юджин болса құрбысын іздеуді жалғастырады. Бір ізі оны түнгі клубқа алып келеді. Үш еркектен сұрастырып жүргенде біреуі Суйонды таниды. Бұрыштан оны аңдып жүрген Гичхоль шыға келеді. Юджин сәтті пайдаланып жоғарыға қашады. Үшеуі тиісіп көрмек болғанда, физрук оларды оңай-ақ жан-жаққа ұшырып жібереді. Мы тихо уйдем, поэтому не будем создавать друг другу проблем. Гичхоль қызды сыртқа алып шығып, клуб иесі Пактың жанынан өтеді. Юджин ересектердің бәрібір екеніне үйренген. Сондықтан физрук көмектесетініне сенбейді. Бір қызметкер шығып, жоғалған қыз туралы ештеңе білмейтінін айтады. Бастығымен сөйлесу керек екен. Гичхоль Юджинді үйіне апарып, түнде көшеде жүрмеуді ескертеді. Қыз көліктен түскен бойда біреу шабуыл жасайды. Көлік өтіп кеткендей көрінеді, бірақ белгісіз адам қайта жүгіріп келіп, оны шокермен ұрып құлатады. Гичхоль оның телефоны көлікте қалып қойғанын байқап, қайта оралады да қылмыскерді көреді. Әлгі адам қашып кетеді. Юджин бұл құрбысын ұрлаған сол адам деп күдіктенеді. Полицейлер әдеттегідей енжар, сондықтан физрук танысына жүгінеді. Это что за работнички? Перегар за километр. Бірақ жоғалу туралы арызды тіпті қабылдамаған. Оны туысы жазу керек екен, оқушы емес. Гичхоль бұл іске шындап кіріседі. Таңертең Суйонның әжесінен қол қойылған арыз алып келеді де, танысын мәжбүрлеп қабылдатады. Кейін ол дәретханадан жасырын бейне камера тауып алады. Әкімшілікке айтудың пайдасы жоқ екенін түсініп, жазбаны өзі қарайды. Онда қарапайым көрінетін сурет пәнінің мұғалімі қыздарды жасырын түсіріп жүргенін көреді. Компьютерінен Юджинмен және жоғалған қызбен жазысқан хаттарын табады. Ол Суйонды мектептен кейін көлігімен алып кеткен. Гичхоль Юджинге ескерту жасайды. Сол түні дәл осы мұғалім оны алып кеткен. Юджин мұғалімнің көлігіне отырып қойғанын түсінеді. С кем разговаривала? С мамой. Күдікті оны үйіне апара жатқанын байқайды.
Қыз оның кілт салғышынан құрбысының затын таниды. Сұрақ қоя бастағанда мұғалім ашуланып, оны ұрып есінен тандырады. Гичхоль үйге басып кіріп, жасырын бөлмені тауып қызды құтқарады. Мұғалім өзін ақтап, Суйонды өлтірмегенін айтады. Ол қызды жолдан тауып алған, кейін қыз өзі кетіп қалғанын түсіндіреді. Бірақ полицияға хабарламаған, өйткені өзін күдіктетіп қояды деп қорыққан. Алайда іс мұнымен бітпейді. Лас полицейлер клуб иесі Пакпен байланыста болып шығады. Тергеуді тоқтатуға мүдделі адамдар бар. Кейін өзеннен Суйонның мәйіті табылады. Патрульный оның сынған телефонын жасырып алып жөндеткен соң, қыздың түнгі клуб қызметкермен жазысқанын анықтайды. Сол қызметкер шындықты айтады. Суйон саясаткер Кита ұйымдастырған кеште ән айтқан. Қыз саясаткердің көзіне түсіп, кейін біреу оны зорламақ болғанда қашып кеткен. Кейін оны біреу ұстап, тұншықтырып өлтірген. Ақыры анықталады. Қылмыскер сол сурет мұғалімі, яғни саясаткер Китаның ұлы. Ал Суйонды шын мәнінде өлтірген өз әкесі Кита. Қыз тірі қалып бәрін айтып қояды деп қорыққан ол, оны аямаған. Финалда Гичхоль тағы да олардың ізіне түсіп, Юджинді құтқарып, маньяқты тоқтатады. Саясаткер сайлауда жеңіп әкім болғанын естиді, бірақ шындық ашылады. Патрульныйдың көмегімен Кита мен оның ұлы түрмеге қамалады. Ал Гичхоль бұл қаладан кетіп, өмірін жаңадан бастауға шешім қабылдайды. Кетер алдында Юджинге ойын автоматынан ұтып алған ойыншықты сыйға тартып қоштасады.